Başla. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының президенті Сауранбаевқа, Қазақстан темір жолы кәсіподағы төрағасы Ахметбаевқа, Маңғыстау нот 14 бөлімшесі бастығы Губашевқа бүгін сіздерге өте маңызды әрі алаңдатарлық жағдай бойынша үндеу жолдап отырмыз. 27 мамыр 2025 жылы біздің ұжымда кәсіподақ сайлауы өтуі тиіс болатын. Алайда өкінішке орай депо басшылығының тікелей араласу салдарынан бұл сайлау өткізілмей қалды. Сайлау 30 мамырға шегерілді, бірақ тағы да басшылық тарапынан қысым көрсетіліп сайлау қайтадан өтпей қалды. Ең үлкен тосқауылдың бірі делегаттарды жұмыстан босатуға бұйрық берілмей, сайлауға қатысуларына мүмкіндік берілмегені. Маңғыстау ВЧД бас инженері Сәулебаев Ерболат делегаттарға іссапар бұйрығына қол қоюдан бас тартты. Бұл заңды өрескел бұзу және жұмысшылар құқығын аяққа таптау. Алайда ең өкініштісі кәсіподақ орталық кеңесінің өкілі Есенқұл Сәрсенбай осы заңсыздыққа бей-жай қарап басшылыққа қолдау көрсетіп сайлаудың болмауына тікелей үлес қосып отыр. Бұл оның кәсіподақ мүшелерінің мүддесі емес, ВЧД 33 әкімшілігінің мүддесін қорғайтын айқын көрсетеді. Біз бұны кәсіподақ сатқындық әрекет деп бағалаймыз және Есенқұл Сәрсенбайға да тиісті шара қолдануымызды талап етеміз. Біз өз таңдауымызды жасауға, әділ сайлау өткізуге құқылымыз. Бұл тек кәсіподақтың емес, әрбір жұмысшының заңмен бекітілген құқығы. Егер басшылық тарапынан бұл қысыммен араласу тоқтамайтын болса, біз заң аясында жұмысымызды тоқтатуға мәжбүр боламыз. Бұл біздің соңғы ескертуіміз. Қолдаймыз ба, жігіттер? Қолдаймыз!